Республика боюнча 2.800.000 гектар жер жергиликти фермерлер мен өңүр тургундарына кайта бөлүнгөнүн алга тартат. Бирок бул жумуштардын канчалыкта адил өткөнүнө эч ким кепилдик бермейт. Адами фактор бар жерде эч качан адилдик болот деп мен айта алмайм. IT саласында биз әлемде жакшы орундарга ийемиз деп айтамыз. Бирок дәл осы адилдикти камтамасыз этетін маселеге келген кезде биз бугуп каламыз, коркуп каламыз, үркүп каламыз. А онун артында не жатыр? Демек, жеке адами фактормен өтүп кететін жеке мүдделер жатыр деген сөз. Мәжіліс депутаттары жер әкімдіктер арқылы емес, электронды түрде цифрлық тәртіппен берілуі тиіс. Сонда ғана жемқорлық азайып, ашықтық болады деп санайды. Ал жер ресурстарын басқару комитеті қайтарылған ауыл шаруашылығы жерлерінің қай аудандарда орналасқанын жер карта .ғарыш.kz интерактивті картасынан көруге болатынын айтады. Бірақ ол сайтты ашу мүмкін болмады. Ауылдық елді мекендерді толықтай интернетпен қамту жұмыстары қашан аяқталатыны белгісіз. Сол үшін де жер мәселесін шешуді облыстық деңгейде емес, өңірлік басқару механизміне ауыстыру керек деген пікір бар. Облыстық деңгейдегі жер ресурстарын басқарту департаментінің құзыреттілігін біз аудандық деңгейге дейін жеткізуіміз керек. Себебі аудан территориясында орналасқан ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің пайдалануын қадағалау сол ауданның территориясында жүргізілу керек. Келесі мәселе, шаруалардың ала жаздай баққан малы мен еккен егінің күзде жақсы бағамен уақытылы саталмауы. Бұл да жерді тиімді игеруге айтарлықтай ықпал етеді дейді мамандар. Оған Жетісу мен Алматы облысындағы диқаншылардың далада қалған жүгері алқабы дәлел болады. Мамандар жалпы шығынды 5 миллиард теңгеге бағалап отыр. Сондықтан алдымен қолда бар өнімді сату мәселесін мемлекеттік деңгейде үйлестіру қажет деп санайды. Егер құрылыс саласында бұл пәтер болатын болса, ауыл шаруашылығында бұл сату, экспорттау. Шын мәнінде үлкен көлемде біздің отандық өнім сыртқа шығып, жақсы бағамен кетіп жатса, сол жағдай пайда болса, сонда ғана инвестиция ағылады. Сонда ғана аграрлық сала, құрылыс саласы сияқты өте жоғарғы динамикаға ие болады. Кез келген шаруа қожалығы болсын, жаңа ауыл шаруашылық тауарын өндірушілер болсын, ең басты өзекті мәселе ол жаңағы өндірген өнімін сату жағынан ұйымдастыру керек. Олар бастарын қатырмау керек. Өткен өнімін мемлекет тарапынан жаңа қабылдап алу пункттерді ұйымдастыру керек. Аграрлық саладағы кезек күттірмейтін келесі маңызды реформа жайылымдық жер туралы заңға енген өзгерістерді бекіту. Қазір парламент қарауында жатыр. Егер сенаторлар мақұлдаса, салада жаңа бетбұрыс болуы мүмкін. Жайылымдық туралы заң жоба аясында ең негізгі ұсыныстардың бірі мал саны кемде 20% болу керек делінген. Біз оны 50%-ға дейін көтеріп жібердік. Жерді игерудің талаптан күшейтіп отырмыз. Ол бір космомониторингті енгіздік. Енді жай инспектор анықтамайды, космомониторингтің нәтижесінде анықталған жерлерді мемлекеттік меншікке қайтарамыз. Заң жобасына енген өзгерісте жерді конкурс арқылы беру тәртібі алынып тасталмақ. Одан бөлек орман қорының аумағында мал жаюға мүмкіндік беру мәселесі де қарастырылған. Ал меншігіндегі жерді қоршаудың орнына айналдыра қазып тастайтындарға жауапкершілік күшейтілмек. Бұдан бөлек, бұрын пайдалануға берілген жер 2 жыл ішінде игерілмеген жағдайда ғана қайтарылатын болса, бұдан былай бұл мерзім 1 жылға дейін қысқарған. Яғни аталған уақыт ішінде жер бос жатса, мемлекет қайтарып алуы да мүмкін. Қазір сот жүйесін түбегейлі өзгерту мақсатында сот реформасы және соттардың мәртебесі туралы заң мәжілісте қайта қаралып жатыр. Себебі жерді әділетті түрде үлестіру мен оны тиімді пайдалану үшін алдымен сот төрелігі әділ болу керек деп санайды. Серік Жұмабек, Жанболат Қобдабай, апта.